Thank you. Басылың артында айтайын, абдан арзан, шок болыңыздар, ұстыңдар. Бұттарым орып алды қадимкіден, рюкзакты көтеріп жүре бердім. Қазір Сайгондан Нячаньға жол алдым. Sleeping басты, бұлай автобусымен жеткенбіз. Жол ұрайы қуш. B09 местам тағыш мерек, адам аз ғой чыты. B06 A12 B12 B09 деген тауышым керек екен. Мінекей B09-ында менің местам екен. Saat kechki 7:30 bo'ldi. Qo'shimin shahridan Nechanga keldim. Nechanga avtobusмен 7 soatda yurdim. 430 kilometrda. Hozir avtobus kutuvdi, avtobuslar ko'rinmaydi qo'y. Joyga ketyapman hostelga. Hostelga kelib o'qta tushdan keyin soat 3-4 bo'lib qoldi. Aylanğanı çıktım, şehri kıdırıp az plaj tarafına gidiyordum, deniz tarafına. Burada da Oruslar көп. Özünüz bile okusanlar gerek, Nechang deb. Az denizli görüyoruz, ana şu jarasa bağlı. Kelsenger bolboy ömür jemişlerдің бағалары қандай болып екен. Мен азыр хостел абдан жақты маған. 6 түнгі алдым, $20. 500 000 дон болады, ошондо $20 алды деген элестеткиле. Мындай $3 жетпей калат бетте. Бираз көмүр көп, бирок аба ырайы дагы эле жылуу. Жагымдуу деп болот. 28-29 градус азыр саат 4 минут калды. Ошол жерден жолдо толошуңуз болот. No, thank you. Бүгін толқын чоң екен. Ешкім диринген адам жоқ еді. Сүлгі деле алған жоқпын бирок. Нячанг дегенде ушуну элестетер керек бул имаратты. Мен көлгө жалгыз келип байыр алдым, тургуздум махаббаттын айлы балын. Кум да эле жакшы экен, суу деле таза экен, кийинсе деле болчу да экен. Баягы эле көйгөй жолдон өтүү. Булар бирок Индиядагыдай болуп, мындай хаос болбойт. Түз эле айдашат. Сигнал деле басышпайт, бирок менде тажрыйба болбогондуктан өтүш да оор да. Ал окуучулар менен чогуу өтүп кетишим керек эле да. Аларды эч ким токтотпойт го. Жалғыз қалып еттім, оқушылар өтіп кетті астындағылар. Қол көтеріп өтіп кеткен. Мен де ләшелеріне өтіп кетейін. Келіп тұрады емей, бұл жағын қарайлы. Бұл жағын өтейлі. Екі машинадан кейін өтеді оқшайым қызыл машинадан. Тихо, жүгір өтіп кетейлі. Thank you. Bu yerinde suşonday fruktlar, türlü var ekan.
бизнес. Isköl'dөгүлөр жактын культурный тарап экен да. Мындай жерден буюмасаң акчаңды жөнүндө абага кетирген болосуң да. Böyle orta sürekli Koreyce de sürekli boş gerek. Burada turistlerin böyle Orus tilliler Rusya'dan, Kazakistan'dan, anan Kore'den bu. Şunaki akça getirmeyi yok koca sayın desenger. İdeya. Kuruk. Turistik yerlerde biraz kımbatırak var, bağları. Yarım kilogram ekan, yarım kilogram Sen tavgan Vietnamda. Hazır qaysi tilde aytib bo'lgan tushunmaysiz, ko'rasiz. Qancha bo'ldi bahsi? 15 ming. 25 ming bo'ldi. Okay. Thank you. Thank you. Balon yarım kilo. Bu. Thank you. Thank you. Ne? 25 1 dolar bo'ldi eku. Жақсы ба? Вьетнам Нячангда қалған жатақханамды обзор қылып кетейін. Аталышы Bondi Backpackers. Бұл жерде қалғаныма 1 апта болды. Толық. 6 қабаттан тұрады. Қазір көрсетіп берейін. Лифт бар. Жөйлі шығайыншы. Ground floor'dayı reception'da bu birinci qavattamday отыра тұрған зона бар. Мен азыр қалған жер екінші қабатта. Душ, туалет барды бар бұл жерде. Анан бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6 керебет тұрады. 6 керебет 2 адамдан 12 адам жашайды. Мен бұл жерде қалам. Бүгін бөлмені алмаштырам. Жатақхана жөнінде айтып беріп тұрған болсам, бұл Нячангдағы ең арзан жатақхана. Басын ең артында айтайын. Абдан арзан. Шок боласыңар, ұқсаңар. Азырда бұл жерде не бар екенін көрсетіп беремін. Ертең менен біз завтрак тамақ бекер беріледі. Қосып қойған сумманың ішінде. Қазір мен 6-шы қабатқа шығып отырмын. Ал жерде ертең менен тамақ беріледі, жана бары бар. Ал жерден тамақ заказ берсеңер бұл алкоголь içimlikleri. Hazır check-in, check-out уақытысы, уборка. Ушул уақытта уборка болады. Biraz таза емес. Hazır бұл жерде ертең тамақ беріледі. Hello, can I record it? Bu бассейн бар. Бассейнден өзі деңіздің жарында, деңізге деле су астаңар 2-3 минутта да жеткезіңер. Көрдіңіз ба?
асы 3 доллардан biraz aşağı. Bu деген Kırgız somu 300 сом. 300 сом içinde завтрак kirет, жатақханаға kirет. Абдан арзан. 300 сомға еш жерден таба албайсың мындай. Бұл Ячаңдағы хостелдегі ертеменгі тамағым бұл. Басына қосылады. 3 доллардан бір адашық сомға 270-280 сом болып қалады бір түнде. 6 күн қалған бұл жерде. Ячаңдағы ақырғы күнім жаңы жылға қарата концерт ұйыштырып отырдық. Қырта кетейін. Егер облыстың Ячаңға келіп тамақтар жақпай жатса, кухня өзі-өзінің мәкен самарқандский, таджикский, лепешка, самса, слоеный, пряник, мына жерде қара булка, лепешкалар бардығы бар екен. Баллары 1 доллар, biraz 100 сом. Баллары вьетнам үшін нормальный эле, жақсы эле. Елу алсаңар болот, курсаңар ачып кеткен болсо. Бұл пляжтан екінші көчө алып қалады ошондо. Эң ортасында да. Анандағы өткөндө бир узбечка деген восточный узбекская кухня бар, бирок ал жакта тамак кымбат экен. Ячаңдағы акыркы сапарым Ячаңдан Сайгонго аттанып жатам азыр. Автобус бұл жерде 100 миллион адам бар, 100 миллион адам мүмкін ашық. Ошондуктан бұл жерде автобус компанияларда өнүп коет. Азыр автобуска чейин биз шаардын ичинен клиенттерин чогултуп кетет, кардарлар. Жолдо пробка, бирок кечигип атабыз. Бирок менден башка дагы кардарларын чогултат болуш керек, жүрүүчүлөр. Жақындары ұзат олсыштыр. Вьетнамдағы ақырқы күнім. Кешке мал Тайваньға ұчам. Азыр ертерек шығып алдым, кешінде ұчам, бирок көчөдө басамауга чейин. Өзү дайыма эле ушундай түнкү рейстерди тандап. Мына бул эски Сайгон шаары, жаңы аталышы Хошимин. Бул Хошимин деген коммунист адам. Ошонун атынан коюлган шаардын аты. Чыгыш Азия өлкөлөрүндөгү эң теп бат өнүгүп келе жаткан шаарлардын бири. Бул жерде адашпасам калкынын саны 6-7 миллион болсо керек эле. Адам көп, бирок Индиядагыча көптүгү байкалбайт. Аэропортқа келдім, Сайгондун. Кетчү убагым келип калды, болуп калды. Өткөндө Индияда Ченмайда баскандай бүгүн да кечке басып жүрүп, тердеп, буттарым ооруп калды кадимкидей, рюкзакты көтөрүп жүрүп, билинбеген менен абдан оор. Ошо азыр эл аралык депарчур, кетчү оозун издеп жүрөм. Келип калдым.
Kamerada payment yazıp kaldı. Bundan sonra tartып қалышы мүмкін. Hazır. Көремін ғой, мүмкін бошатып қалып тұрмыз. Бұндай чоң шаһарларда аэропортта адам көп болады. Әлбетте жанында агломерация шаар кошулу керек. Бизде